Сәлеметсіңдер ме оқырмандар? 5-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бөлім қиял әлемі, морфология. Көлік және жол белгілері, морфология. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Бағалау критерийі: білім алушы мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, көтерілген мәселеге өз пікірін білдіреді. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу және түсіну, қолдану. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма: жұптық жұмыс. Мәтінді мұқият тыңдап, оның жалпы мазмұнына қатысты жұбыңызға 2 сұрақ дайындаңыз. Сұрақтарыңызбен алмасып жауап беріңіз. Қиял туралы жалпы ұғым. Ертегі десе әдетте әрдайым шындық, әділет жеңетін, ізгілік үстемдік құратын, бай мен кедей теңесетін әлем ретінде қабылдаймыз. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан қыз ауқатты жігіттің етегінен ұстаса, оны күлше қызға теңеп жатады. Бірақ күлше қыз ауқатты отбасынан болған. Жай ғана кедей шаруаның қызы болса, патша сарайында би кеші өтетінін қайдан білсін? Сұлу мен құбыжық ертегісінде жазушының айтпағы сырт келбеттің маңызды емес екендігі болса, кейіпкер неге соңына дейін құбыжық болып қала бермейді? Неге құбыжық та, басқа да қарапайым жігіт емес, ханзадаға айналады? Адамның сырт келбеті жоғары қоятыны, билікті, байлықты аңсайтыны ертегілерде де көрініс тапқан сияқты. Ал сіз ертегілерден қандай шындықты байқай алдыңыз? Сайып келгенде ертегілер мен шынайы өмір ұқсас па? Мұнда бағалау критерийіне сәйкес бірінші тапсырмаға қойылатын дескриптор мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыру керек, 2 сұрақ және 2 сұраққа жауап беру керек. Ал екінші тапсырма бойынша сұраққа өз көзқарасын білдіреді, көзқарасына дәлелдер келтіреді, жүйелі сөйлейді. Бірінші тапсырманың жауабы. Бірінші сұрақ: адамдар ертегі әлемін қалай қабылдайды? Жауабы: адамдар ертегіні әрдайым шындық жеңетін, бай мен кедей теңесетін әлем ретінде қабылдайды. Екінші сұрақ: ертегіде адамдардың қандай мінездері көрініс тапқан? Жауабы: ертегіде адамның сырт келбетті жоғары қоятыны, билікті, байлықты аңсайтыны көрініс тапқан. Екінші тапсырма жауабы. Сұрағы: мәтіннен қандай ой түйдіңіз? Автордың қиял ғажайып ертегілердің түп негізі шынайы өмірден алынған деген ойына сіздің көзқарасыңыз қандай? Жауабы: мәтіннен әділетсіз мынау өмірде адамдардың қашанда әділдікті, шындықты қалайтынын, бай мен кедей болып бөлінбей әлеуметтік теңдікте өмір сүргісі келетінін түсіндім. Иә, мен әрине автордың қиял ғажайып ертегілердің түп негізі шынайы өмірден алынған деген ойымен толықтай келісемін. Себебі ертегіде адамдардың арманы, аңсарының орындалуы мүмкін емес жағдайларда қиял ғажайыптарды қосып болмайтынды болдырып отырған. Мысалы, құбыжықтың көрікті жігітке айналуы, кедей қыздың бай жігітке тұрмысқа шығуы, тағы басқа.